Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі түсірілімде қой құйрығын тұздауды көрсетеміз. Оған бізге керекті заттарымыз өзіміздің сарымсақ, чеснок, мынау қызыл бұрыш болады, мынау паприка, және де лавровый листпен қара бұрыштың түйіншегі болады. Мынау осындайды қосамыз, оны қайнатқан кезде қосамыз. Енді ол үшін біз осындай құйрық майын аламыз. Әрине сөз түрде орталарын ашып қою керек. Орталарына толықтай сіну үшін, орталар толықтай пісу үшін орталарын ашып қоямыз. Мынандай қылып, көрдіңіздер ме? Енді кесудің түбіне шейін кесудің қажеті жоқ. Ашып қойсақ болды, орталар толықтай пісетіндей қылып. Өздеріңіз білетіндей, бұл құйрық майы өте адамның ағзасына пайдалы. Қыс айында қазіргі тұмауға, тамақ жөтелісіне өте пайдасы зор. Сол себептен қыс айында бұны өйстіп тұздап қойып, күнде жеп тұрсаңыздар болады, балдарыңызға берсеңіздер болады. Өйткені кезінде ата-бабаларымыз құйрық майын өте көп нәрсеге қолданған. Сол себептен қазір осыны қалай тұздайтынымызды көрсетеміз. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Қазір осыны бастаймыз. Достар, қазір міне құйрық майымыздың бәрін дайындап қойдық. Енді суға саламыз. Ол үшін тағы да лавровый листтан бір 3-4-еуін салып жіберіңіздер, дәмі шығу үшін. Одан кейін қара бұрышты салсаңыздар болады. Бір 5 штугын салып жіберіңіздер. Дәмі шығады. Енді осыған бір қасықтай тұз қосып жіберіңіздер, бір қасықтай тұз қосып жіберіңіздер. Жетеді. Одан кейін тағы тұздаймыз оны. Міне өстіп, бұны қазір 30-40 минутқа қоямыз. 30-40 минутта дайын болып қалу керек. Құйрық май өзі тез піседі. Содан кейін барып, бұны маринадтаймыз. Достар, міне біздің май дайын болды. Енді аламыз. Міне өйстіп баппен майды. Өйстіп пісірдік. 40 минуттай пісті, өйстіп жай. Болды, енді пісті. Баппен пісірдік. Енді аламыз. Енді суығаннан кейін мариновать етеміз. Достар, міне біздің майымыз дайын, пісіріп болдық, суыды. Енді осыны қазір біз тұздаймыз. Одан кейінгі мына заттармен мариновать етіп шығамыз. Біріншіден жақсылап тұздап шығуымыз керек. Аямай тұздаңыздар, жақсылап. Мен енді қатты тұздамайым, өзіме керектідей тұздай аламын. Міне достар, мына іштерін бәрін жақсылап тұздап шықтық міне. Енді қазір осыны мына керекті заттармен тағы да сыртынан жағып шығамыз. Енді қараңыздар достар. Біз сарымсақты алдық міне. Сарымсақты алдық. Сарымсақты мен енді өзіме керектідей істедім. Сіздер көбірек қоссаңыздар болады. Әркім өзінің қалауына қарата қосса болады. Мен сарымсақты осынша алдым. Жеткілікті болады деп ойлаймын. Осыны қосамын. Одан кейін қара бұрыш пен қызыл бұрышты қосам. Жақсылап араластырамыз. Осыны енді жақсылап
жабып шығамыз. Сыртына, ішіне, бисмилля. Міне достар, бәрін жабып болдық, бізге бәрі жетті. Енді осының сыртынан паприкамен жақсылап тұрып жапып шығатын боламыз қазір. Міне осындай істеп қойдық әдемілеп. Міне енді осыны қазір бір тәулікке қоямыз, одан кейін қолданып жіберсек болады. Көңіл бұрып көргендеріңізге үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.